Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қазан кебаб дайындап үйренеміз. Ол үшін бізге осындай сиырдың еті керек болады. Оны жұқалап турай бастаймыз. Үш адамға арнап біз 6-7 картошкамызды жуып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып аламыз. Қызып тұрған майға картошкамызды саламыз. Өйткені біз картошканы до золотистой корочки дейді ғой, солай біз оны қуырып алуымыз керек. Картошка қуырғанша біз өзіміздің пиязымызды турап дайындап қоямыз. Картошкамыздың жан жағы сарғыш болып қуырылу үшін осылай аударып қоямыз. Негізі картошканы жай ғана езіліп кетпес үшін осылай сыртын және сырты әдемі болып көріну үшін осылай бірінші қуырып аламыз. Сыртын ғана, оның пісуі міндетті емес қазір. Сырты осылай сарғыш болып қуырылғаннан кейін оны картошканы бөлек бір табаққа қойып қоямыз. Дәл солай осы қызып тұрған майға біз етімізді жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырғаны оның пісіп шығуы міндетті емес, өйткені бізге де оның сырты ғана қуырылғаны көрініп тұру керек. То есть корочка болып тұру керек, сырты кішкене. Бір 5-7 минуттан кейін етімізді осылай бөлек бір ыдысқа салып қоямыз. Негізі қазан кебаб үшін бұл майдың көлемі көптеу болады, сондықтан майдың жартысын бөлек ыдысқа құйып қоямыз. Сосын қалған майға пиязымызды саламыз. Пиязды да олай қуырудың қажеті жоқ. Пиязды бір араластырып жібереміз да, сонысын үстінен картошкасын, етін салып қоямыз. Картошкасын, етін салғаннан кейін оны араластырмаймыз, өйткені езіліп кетуі мүмкін. Үстінен кішкене ғана тұз себеміз, дәміне қарай қара бұрыш себеміз. Үстіне бір-ақ стақан ғана су құямыз да бетін жауып қоямыз. Бұл сиырдың етінен болғандықтан бұны 1-1,5 сағат бетін жауып, қозғамай, баяу отқа қойып қоямыз. Ал 1,5 сағат өтті, біздің қазан кебабымыз дайын. Өте дәмді болып шықты деген ойдамын. Ал енді осындай жалпақ тарелкеге картошкасын жан жағына салып, етін ортасына салып, дастарханға ұсынсақ болады. Негізі кез келген тамақты осындай көксөкпен әсемдеп, бетіне сеуіп жесеңіздер, одан да дәмдірек болады, сіздерге ас болсын. Енді менің каналыма жазылып, маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.